Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ассаламу алейкум, қымбатты аға бауыр, әпке қарындас, құрметті көрермендер. Жаратқан ием баршаңызға өзі жар болсын. Бүгінгі атқарар амалымызды бәлкім көпшілігіміз жиі жасап жүрген болармыз. Алайда бұл ісімізді Рамазан айында жасасақ тіптен жақсы болады. Сіздің бұған шамамен 1 сағаттай уақытыңыз кетуі мүмкін. Немесе одан да аз. Дегенмен берілер сауабы таудай үлкен. Екі үлкен таудың сауабын алатындай бұл не қылған іс? Өздеріңізде біліп отырғандай бұл жаназа намазына қатысу. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам хадисінде кім жаназа намазына қатысса, оған 1 қират. Ал жаназа намазына және мәйітті жерлегенге қатысатын болса, оған 2 қират деді. Адамдар, 2 қират дегеніңіз не деп сұрағанда, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам 2 үлкен тау көлеміндегі сауап деп жауап берді. Егер сіз намазына қатыссаңыз, 1 үлкен таудың сауабын табасыз. Ал қабір басына дейін барып, жерлессеңіз, тағы 1 таудай сауапқа кенелесіз. Ал бір күнде бірнеше жаназа намазына қатысатын болсаңыз, әр қайсысы үшін таудай сауап табасыз. Қарап отырсақ, осындай сауап берілетін іске шын ниетпен асығуымыз керек қой. Ересек балаларыңызды да бірге ала барып, қатыстырып, ғибрат алдыртсаңыз болады. Жаназаға адам ғибрат үшін барады. Ендеше бүгін немесе ертең шамаңыз келсе, 1 жаназа болса да барып қайтыңыз. Сонымен қатар келесі бір хадис шәрифте қайсы бір адам жан тапсырып, оның жаназасын 3 сап мұсылман оқыған болса, оған міндетті түрде жәннат нәсіп болады деген. Бүгін сіздің мұсылман бауырыңыз сіздің дұғаңызға мұқтаж. Алла тағала өзінің иманды пенделердің қылған дұғасын кері қайтармастан қабыл етеді. Бүгін сіз оның жаназасына бардыңыз. Бір күні оның жақындары, достары сіздің жаназаңызға келетін болады. Расында біз салихалы, иманды, тақуалы адамдардың дұғаларына, олардың біздің жаназамызда тұрғанына мұқтажбыз. Оның жаназасына қатысу сіздің мойныңыздағы оның ақысы. Бізде көбінше жаназаға жиналған қара құрым адамның санымен мақтанып жатамыз. Алайда мәйітті алып шығып, ал сапқа тұрыңыздар, жаназа намазын оқимыз дегенде саусақпен санарлық адамдар ғана сап түзегенін көресіз. Ондай жаназаға қатысудың мәйітке немесе өзіне не пайдасы болды? Жай ғана артындағыларға көріну үшін барды ма сонда? Не болды сізге? Сіз сауаптар жинаудан шаршадыңыз ба? Әлде сауаптарыңыз артылып қалды ма? Алдымызда не күтіп тұрғанын білмейміз ғой. Қиямет күні тозаңның түйіріндей жақсылықтарға зәру боламыз. Кейбір жердің салтында зираттың басына бармастан еркек біткеннің бәрі үйде қап, ас дастарханға лап беріп жатады. Мәйітті 10-15 адамдар апарып жерлеп қайтып жатқанында көзіміз көрді. Омардың ұлы Абдулла, Алла одан разы болсын, үнемі жаназа намазына қатысып, жерлеуге қатыспай, бірден қайтып кетіп, басқа істерімен шұғылданып кететін еді. Бір күні ол 2 қират туралы хадис естиді. Оның растығын анықтау үшін Айша анамызға Алла тағала одан разы болсын адам жіберіп білдіреді. Ол оның рас екенін айтқан кезде Ибн Омардың қолында бір тас бар еді. Сол тасты сондай өкінішпен жерге лақтырып, қаншалаған таудай сауаптардан құр қалған екенмін ғой деп өкініш білдіреді. Менің сізге кеңесім. Бір жерде жаназа болады екен деп ести қалсаңыз, одан қалып қалмаңыз. Себебі сіз үшін ол жерде ұлан-ғайыр сауап жатыр. Шамаңыз келсе, аптасына 1 рет, немесе бірнеше күнде бір жаназаға қатысып тұруды өзіңізге әдетке айналдырыңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл іске қатты көңіл бөлген. Тіпті 200-лердің төресі қайтыс болғанда да, ол үшін қалай дұға қыласыз деп сұралғанда, ол тіршілігінде өзін иман келтірген қылып көрсетті. Қалған ісін Аллаға тапсырдым деген.
Кейін бірақ оған дұға қылды, Алла тағала оның дұға қылғаннан тыйды. Бұның бәрі Алла елшісінің жаназа намазға қатысуға, мұсылман бауыры үшін әрқашан дұға қылуға ынтық екенін көрсетеді. Сондай-ақ сол уақыттарда мешітті тазалайтын бір әйел кісі бар еді. Ол бір түні өмірден өтеді. Сахабалары оны түнделетіп жерлеп қояды. Таңертең оны естіген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: не үшін маған айтпадыңдар дейді. Сахабалары: сізді мазалағымыз келмеді деп жауап қатады. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам оның қабіріне барып жаназа намазын оқиды. Яғни әрқашан бұл іске баса назар аударатын еді. Бұл мұсылман мен мұсылманның арасындағы хақысы болып табылады. Жаназадан қалмаңыз, сезініңіз, ғибрат алыңыз, әдетке айналдырыңыз. Алла тағала сіз бен біздің сауаптарымызды еселеп, өзінің есендігінде қылсын.